Сәлем, сіздермен 99 каналы. Бүгінгі тақырып жергілікті экожүйенің алуан түрлілігін анықтауда кездейсоқ іріктеу әдісінің маңызы. Биологиялық алуан түрлілік экожүйелер мен экологиялық кешендердің бір бөлігі болып табылатын тірі организмдердің өзгергіштіктері. Роберт Уитакердің еңбектерінде экожүйедегі алуан түрлілік деңгейлері мен осы биоалуан түрліліктің қоршаған орта факторларына тәуелділігі зерттелді. Оның түсінігінде алуан түрліліктің үш түрі бар. Алғашқысы альфа алуан түрлілік, бұл қауымдастық ішіндегі алуан түрлілік. Бета алуан түрлілік, қауымдастық арасындағы алуан түрлілік. Ал гамма алуан түрлілік, ортаның градиенттері бойынша жүйелердің алуан түрлілігі. Кейіннен бұл ойлар әрі қарай дамыды, жіктеулер ұсынылды, және барлық типологиялық көптүрлік алуан түрліліктің екі түріне біріктірілді. Ол инвентаризациялық және жіктеуші. Биоалуан түрліліктің өзгеру заңдылықтарын түсіндіру үшін биолог-теоретик Брайан Макгилл теорияларға толық шолу ұсынды. Ол теорияларға континуум, бейтарап, фракталды және метапопуляциялар теориясы жатқызылды. Биоалуан түрлілік өлшемдері. Инвентаризациялық алуан түрлілікті сандық бағалау үшін алуан түрлілік өлшемдері немесе олардың қосарлы шоғырлану өлшемдері қолданылды. Сандық бағалаудың бір бағыты сирек және басым түрлердің үлесін, олардың жалпы қауымдастық құрылымына әсерін анықтау. Бұған жақын бағыт түрлердің басымдығын анықтау. Оның концепциясы аясында түрдің маңыздылығы деген ұғым пайдаланылады. Және де осы саладағы тағы бір бағыт бұл қауымдастықтың анықталмаған түрлерінің санын болжау. Дифференциалдаушы алуан түрлілікті бағалау үшін ұқсастық өлшемдері қолданылып отырады. Шын мәнінде алуан түрліліктің осы түрін бағалау, салыстыру және де биожүйелердің ұқсас элементтерін анықтау арқылы жүзеге асырылып отырады. 17 ғасырдан бастап тіршіліктің жойылуының негізгі себептері адамның шаруашылық іс-әрекетімен тығыз байланысты болды. Осы кезеңде көптеген түрлер жойылып кетті. Жалпы алғанда алуан түрліліктің азаюының себептеріне ресурстардың тұтынуының артуы, түрлер мен экожүйелерге немқұрайлы қарау, биологиялық алуан түрліліктің маңызын түсінбеу және жер бетінде халық санының өсуі жатады. Биоалуан түрлілікті сақтау бойынша қорғау қызметінің негізгі принциптері бар. Оған жойылып бара жатқан және сирек кездесетін түрлердің тіршілік ету үшін талап етілетін биоценоздарды сақтау үшін айрықша қорғалатын табиғи аумақтар, соның ішінде қорықтар, ұлттық саябақтар құру жатады. Биоалуан түрлілікті сақтау бойынша жұмыстың басты мақсаты тек қорғалатын табиғи аумақтарды ғана қорғау емес, сонымен қатар адамдар тұратын және де жұмыс істейтін жерлерді де қорғау болуы тиіс. Мемлекеттердің ерекше саясаты және де биоалуан түрлілікті сақтауға жұмсалатын қаражатты көбейту, табысты болатын жағдайларға әкелетін өзгерістердің тұтас жиынтығы қажет. Заңнамада табиғат қорғау қызметінің құрылымында болғаны жөн. Биоалуан түрлілікті сақтау бұл жергілікті деңгейде де ел мен бүкіл адамзат деңгейінде маңызды табиғаттың берген сыйларынан айырылып қалмау деп түсіндірсек болады. Және де биоалуан түрлілікке келетін шығынның алдын алу үшін тиісті шектеу, қолдаушы, заңнамалық, шаруашылық және де білім көтеру шараларын қолдану қажет. Биоалуан түрлілікті қорғау саласындағы басты міндеттер бұл экономикалық биоалуан түрлілікті елдің макроэкономикалық көрсеткіштеріне қосу, биоалуан түрлілікті ықтимал экономикалық кірістері, оның ішінде тікелей және жанама сондай-ақ шығындарды бұзылған биоалуан түрлілікті қалпына келтіру. Жалпы оның басқару, заңдық, ғылыми, білім беру және экологиялық білімді көтеру түрлері бар. Басқаруға мемлекеттік және коммерциялық мекемелер, армия мен флотты, мемлекеттік емес бірлестіктерді және де бүкіл жұртшылықты бірлесе табиғатты қорғауға тарту жолымен ынтымақтастық құру. Ал заңдық бұл биоалуан түрлілікпен байланысты анықтамалар мен ұғымдарды заңды құжаттарға қосу. Және де биоалуан түрлілікті сақтауға құқықтық қолдау жасау. Ал ғылыми бұл шешім қабылдау процедураларын, шешім қабылдау рәсімдерінің үлгісін қарастыру, мониторинг ұйымдастыру.
Ал білім беру биоалуантүрлілікті қорғау саласында мамандарды оқыту және дайындау үшін қоршаған ортаны қорғау және эволюциялық биология саласындағы озық білімге негізделген бағдарламалар әзірлеу және оны жүзеге асыру. Экологиялық білімді көтеру. Бұл халыққа экологиялық білім беру биосфераның маңызды бөлігі ретінде осы биоалуантүрлілікті қорғау идеяларын тарату. Сіздермен болған 99 каналы. Егер видео ұнаған болса лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. 99 бен бірге дамы.